Видео басылмай тұрып достар, мен ойынды қайдан алды десем, бұл теп деген бір ойын. Мұнда өте керемет, даже ойындарды жүктеп скачтауға болады. Міне сіздер көрсетейін. Яғни міне мұнда тамаша ойындар бар. The Elder Scrolls, міне сенбесеңіздер осы сайттан скачать етуге болады достар. Давайте осыдан регистрация жасайсыздар. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен яғни Акулайф достар. Бүгін біз бір жаңадан шыққан ол Человек-паук вдали от дома деген оған обзор жасайтын боламыз достар. Менің арнам подписаться етіп, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Ал біз достар бастаймыз. Так, достар, кеттік. Сейчас вы увидите ролик фильма «Человек-паук вдали от дома», но если вы не видели «Мстители. Финал», остановитесь, потому что в ролике много серьезных спойлеров. Ну а если видели... Мұндағы Человек-паук вдали от дома бұның соңғы фильмі шығар енді. Мұнда Ник Фьюри болады, сонда міне туындап жатыр. Бұнда яғни Питер Паркер ойнамайды. Питер Паркер ойнамайды, бұл басқа бір жас бала ойнайды. Бірақ шашы Питер Паркерге ұқсайды. Это Ник Фьюри. Ұлттың өзідері. Иначе говорить с ним придется мне. Там бір сүйістіға керек дейді. Ах да, Ника Фьюри на автоответчик. Ты не сможешь убежать от Ника Фьюри. Привет, ботанам. Привет. Как раз обсуждаем поездку. Бұл 2019 жылы шыққан кино дейді. Мстители. Финал уже оған обзор жасаған Нұрлан Қаламов пен Али Брайан. Это мистер Бэк. Моему миру нужны такие, как ты. Твоему миру? Он с земли, но не с нашей. Щелчок проделал брешь в измерении. Міне осындай ерекшеліктер. Есть работенка. Отказ не принимается. Неужели больше никого не нашлось? Тор, например? Недоступен. Капитан Марвел? Нет связи. Тордың мұнда костюмі өзгереді. Просто дружелюбно. Анжели жантыр костюмі көп. Да ладно, ты же в космосе был. Чего же ты хочешь, Питер? Гулять по Венеции с любимой девушкой. Рассказать ей, что я чувствую. МJ, я... Человек-паук? Нет, с чего ты взяла? Да вроде, это и так понятно. Возможно, ты не готов, но это мой священный долг. Спасение мира требует жертв. Человеческих тоже. Короче, Тордың орнына басқа адам ойнайды. Өйткені шаштарында басқа адам бастапты. Не солай ойды. Решай, ты с нами? Человек-паук вдали от... Ал достар, міне Человек-пауктың вдали от дома деген обзорын көрсеттім. Бұл енді білмеймін, осы июльде шығады деді, 4 июль білмеймін. Человек-паук вдали от дома. Енді қазақшасында үйден бір нәрсе дейді. Қазақша білмеймін қалай аударылған. В общем, достар, міне обзор жасадым Человек-паук вдали от дома дегенде. Бұның Человек-паук шығар білмеймін. Ал достар, менің сіздермен болған Акулайф, менің арнама подписаться деген қызыл кнопка және символиктерін бас, және оның қасында қоңырау шоу бар. Ал достар, давайте